Банктер мүгедектігі бар адамдар мен жүріп тұру шектеулі азаматтар үшін өз қызметтерінің қолжетілімділігін қамтамасыз етуге міндетті. Ол үшін ғимараттар мен үй-жайларды, өзіне өзі қызмет көрсету құрылғыларын бейімдеу, сондай-ақ банк қызметкерлерін клиенттердің аталған санатымен жұмыс істеу дағдыларына үйрету көзделеді. Банктер клиенттерге өзгерістер енгізілгенге дейін кемінде 3 ай бұрын төлемдер мен аударымдар бойынша тарифтердің көтерілу туралы хабарлауға тиіс. Тиісті өзгерістер агенттік басқармасының ағымдағы жылғы 28 тамыздағы қаулысымен бекітілген. Банктер берешектің жоқтығы туралы анықтаманы 3 жұмыс күні ішінде беруге міндетті. Жолданымдарды қараудың жалпы мерзімі 15 жұмыс күнінен аспайды. Қажет болған жағдайда жолданымды қарау мерзімі тағы 15 күнге, алайда клиентті міндетті түрде хабардар ете отырып ұзартылуы мүмкін.